Біздің әке шешеміздің енді әр жағында кеңес үкіметіне дейін жалпы біздегі құндылық ол теоцентризм болған. Теоцентризм деген нәрсе ол жерде ортаға құдайды алу деген сөз ғой. Мысалы бір үлкен кісілер, бір ағаларымыз айтатын еді, егер де бір дау боқпаса, бір шешілмейтін мәселе болатын болса, үлкен ақсақалдардың алдына алып келеді дейді сол кісілерді. Сосын сұрайды дейді, сен өзі құдайдың жүзін көргің келе ме деп. Иә деп, көргім келеді. Онда кешір деп айтады екен. Екінші, сен құдайдың жүзін көргің келе ме? Иә, көргім келеді. Кешір онда, кешіріміңді бер деп айтады. Сол жерде сол татуластырып тігісін жатқызып жібереді дейді жерде. Ал біз қазір байқап жатқан біздегі толқын немесе біздегі тенденция қоғамдағы бізде қазір эгоцентризм алға шығып келе жатыр. Менмін деген, яғни бірінші басшылыққа негізге алтын қазық қылып өзімді алам, эгомды алам, мен өзім деген нәрсе. Ал бұл бізге негізі қазақи біздің ұғымға, біздің ментальностьқа, біздің қазақи өзіміздің болмысымызға бұл жат дүние. Өйткені біз бірінші кезекте өзімізді ешқашан шығармағанбыз негізі. Сондықтан бізде қазір шеттен келіп жатқан осындай бір ұғымдарға, түсініктерге еліктеп, бізге бір керемет жаңалық әкелгендей болып жатыр ол. Және бұл нәрсеге алғашқы толқындар әйелдер болып жауап берді ғой бұған. Өйткені эгоцентризм, ол эгоцентризмнің жамылғылары, жарнамалары күшті, неше түрлі бізге жарнамаларымен, неше түрлі жамылғыларымен келді ғой. Қандай деген кезде любить себя, принять себя, жить ради себя, слушай свои чувства. Не хочешь — не делай, не будь удобной, никто никому ничего не должен деген нәрселердің барлығы әр жағында бұның бәрінің төркініне эгоцентризм. Цени себя деген нәрселердің бәрі әр жағында не деген сөз? Бірінші нөмір бір өзіңді қой, сен өзіңсің. Ойлаңыз. Бұл дегеніміз эгоцентризм біз неге алып келе жатыр? Соңында бала тумауға алып келді ғой біраз әйелдерді. Child free-міз баланы сүймеу, баланы былай айтқанда болдырмау деген әңгіме ғой. Осы жерде біздің ажырататын нәрсеміз, осы жерде қалай деген кезде сонда бұл қалай, сонда мен егер де өзімді алға шығарсам болмай ма не? Мен өзіме көңіл бөлем, өзімді егер көңіл бөлмесем онда қалай болады деген сияқты. Жоқ, кешіріңіз, бұл сізге өзіңізге көңіл бөлмеңіз деп жатқан жоқпыз. Бұл жерде Абайдың философиясына салатын болсаңыз, махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жанынан тәтті дейді. Жаның жақсы көр, бірақ Алланы одан артық көр, өйткені ол сені жоқтан жаратты. Ол саған өмір берді, ол саған денсаулық берді, ол саған нығметтерді берді, ол саған әке шешеңді берген, ол саған өмір сыйлаған. Осы Алланы сен бірінші кезекте, ең бірінші кезекте осы Алланы қой. Содан кейін бар басқаларды кейін қоясың деген секілді ғой.